Ассалаумағалейкум ағайын. Қал жағдайларыңыз қалай? Қайырлы таң баршаңызға. Күндеріңіз сәтті өтсін. Ал кезекті түсірілім алдында суарып тастадық. Суарып тастағаннан кейін міне ылғалдығы көрініп тұр. Ылғал бар. Дән бұйыртса шығып қалар. Az. Çalpılama sepken жағын. Ылғал бетінде жатыр екен әлі. Мына жақтар жүк кеуіп бар жатыр. Бір күнде кептір жерді. Кішкентай ғой парник. Содан кейін сондай қалыпты жағдай бұл. Қайтадан су шашып шығамыз. Если ылғал кетіп бар жатыр. Өйткені дән бөртіп келе жатқанда құрғақ кер жоқ. Негізі суға бір күн салып жіберіп бөрттіріп ап егіп жүрсе жақсы. Жергектің сол дыммен шығып кете береді. Мына жерде тұқыммен епкеннен кейін бұл да жақсы. Жерге өзі орнықты өседі. Күндеріңіз сәтті өтсін. Кешкісін тағы да бір суғарып жүретін жағын қадағалап отырамыз. Градусы неге? Бізде 16-17 градус көрсетіп тұр. 17 градус көрсетіп тұр екен. Түнді мына жерге шам. Жылу береді ғой. Ертерек қимылдайды. Жер салқындау екен. 17 градус. Мындай салқындау жерге егіліп жатса, сіздердікі де сондай жылу қолданып жүрсеңіздер тезірек жердің бетіне шығады ғой. Жердің бетіне шыққаннан кейін мына тұқым 95 күн. 95 күннен кейін пісу керек. Жақсы бәрі дұрыс болса. Қияр 45 күндік дәндер болады. Жер бетіне шығады 45 күннен кейін болады. Бір ай 15 күн ғой. Пысады.